Мінекей қыздар, мынау қарта жаңамыздай сумен жудым, айналдырып. Сосын тұз салдым. Тұз салғаннан кейін тұзға орап, осылай 1 сағатқа қойып қоямыз. Шамамен. Содан кейін мына тұз оның мына несін, шырыштарын, мына иісін бәрін алады. Жақсы. Сосын мұздай сумен қайтадан жуасыздар. Міне көрдіңіз бе? Шырыштар шығып отыр. Ішек өз кезегін күтіп тұр. Енді осыны қазір сыртын жуам, айналдырып ішін жуам, қайтып сыртын жуып, қазыға дайын бұл ішекті. Мына жаңағы ішекті айналдырып жуғандағы түрі міне мынау. Ет, қабырғаның еті, қазы, яғни осында тұрады, міне осы ішінде тұрады. Бұны мен айналдырып жудым. Суға салып қойдым, жай тұз салмайсыздар. Айтып жатады ғой, тұзды жаңағыдай ішекті де тұзбен жуған дұрыс па деп, тұзбен жуасыз ба деп. Тұзбен жуылмайды бұл. Бұна тұзбен жуылса, бұл деген жаңағы несін жоғалтады. Не деп айтады? Упругость дейді ғой. Жаңағыдай тырысып қалады ішек. Ет салған кезде, жаңағы қазына тіліп салған кезде, бұл деген не болмайды. Созылмайды. Қатып қалады. Сондықтан тұз салмайды бұған. Міне қыздар, мынау енді жаңа жылқының қарны, жуан қарындары. Осыған да осылай тұз сеуіп, тұзға орап қоямын. Шырыштарын алады. Көп ұстамау керек, 1 сағат кетсе. 1,5 сағат жарайды. Көпсе қарында, қартада тұз болып кетеді. Осы салқын күйінде кесіп алған ыңғайлы негізі. Дайын, туралып кесіп тұр. Қазымыз дайын, кесілді міне. Енді мына бауырды әкелдім. Қазір бауырды жіңішке ішектердің арасынан өткіземін осыны. Үлкейту үшін. Ал енді пісін әтіп бастайық. Мінекей бір жақ қабырғасының еті мынау. Әлі бар, шамалы қалды. Болып қалдым. Міне мынау шұжықты молымен жасап, бүгінгі қазы мен шұжықтың шаруасы аяқталды.